Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін біз үй жағдайында моцарелла салатын жасаймыз. Бұл салатта бізде ресторандарда жасалынатын салат. Ол үшін бізге қажетті 300 грамм рокколы. Қатты жерін алып тастаймыз міндетті түрде. Содан соң бір бума кинза, үлкен емес. Содан соң черри помидорын екіге бөліп саласыздар. Үстінен моцарелланы кубиктеп турап саласыздар. Моцарелла менде бұл жерде Эмирдің моцарелласы. Кішкене бағасы қолжетімді. Сол себептен де Эмирді пайдаландым. Дәмі өте дәмді. Енді соусын дайындауға кірісеміз. Үстінен 2 ас қасық зәйтүн майына 2 ас қасық соевый соусымыз салып, паприкамызды салып, кориандр саламыз, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен езілген чесногымызды езіп саламыз. Бір зубчик чеснок жетеді. Барлығын бір келкетіп араластырып болғаннан соң, жаңағы салатымыздың үстінен құйып шығамыз. Салаттарымызды бір келке болғанша араластырамыз. Бір келкетіп болғаннан соң, ыдысымызға салып ұсынасыздар. Бұл салатты жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де ерекше. Міне біздің салатымыз дайын болды. Диета ұстайтын адамдарға өте пайдалы. Содан соң столыңызға да қонақ күткенге де столыңыздың ажарын ашатын салаттар. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.